Мына омырау шариктер слишком үлкен емес па? Баршаңызға сәлем. Бүгін біз омырау сүтін қандай жағдайларда, қалай және не үшін сауамыз деген сұраққа жауап береміз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен гиперлактация кезінде немесе лактостаз. Роддомнан шықтыңыз, кішкентай сәбиіңізді қолыңызға алып, иіскеп, махаббатпен, мейірлене емізіп жүрсіз. Бірақ бір күні көкірегіңіз ісініп, қызарып, тастай болып қатып қалды ма? Оған қоса температура да көтерілуі мүмкін. Бұл көптеген жас аналарда болатын жағдай. Лактостаз асқынудың алдын алу үшін және өзіңіз көкірек ауырсынуынан жеңілдеп қалу үшін ең бірінші әрекет әрине жиналған сүтті сауып тастау. Ісінген аймақ тек омырау тұсында ғана емес, ұлғайып, қолтық жаққа дейін қатаюы мүмкін. Бұл жағдай жай ғана ісінумен ғана жүрмейді. Ана үшін қатты ауырсыну, дискомфорт, стресс пен жайсыздық тудырады. Сондықтан ең алдымен қатып жиналып қалған сүтті шығарамыз. Ал емшек сүтін дұрыс сау және сақтау жолын келесі пунктте айтамын. Сонымен қатар сіз студент болсаңыз, немесе бір жаққа қыдыруға шықсаңыз. Егер сіз оқу орнында оқысаңыз, немесе жай ғана сыртқа шығуды жоспарласаңыз, уақытты дұрыстап есептеп, сүтіңізді сауып қалдыруға болады. Оны қалай жасаймыз? Алдымен қолымызды және молокосос, яғни сүт сауғышты жақсылап жуамыз, өзімізге ыңғайлы етіп отырып, сүтімізді сауып бастаймыз. Ана сүтін сауу процесін 3 этапқа бөлеміз. Бірінші, молокосостың воронкасы ареолаға тығыз етіп орнату, яғни арасынан ауа өтіп кетпей, толық жабылып тұру керек. Екінші, жеңіл стимуляцияны бастаймыз. Яғни бала көп сүтті жұтпай, жай ғана сүтті шығаруға әрекет жасағандай. Яғни молокосос ручкасын толық емес, жеңіл, бірақ тез басып сүтті шақырамыз. Үшінші, көкірегіңізге сүт жиналып жатқанын байқасаңыз, темпті өзгертеміз. Енді ручкасын ұзақ уақытқа терең басып, асықпай тұрып жібереміз. Бала көп сүт мөлшерін жұтып жатқандай әрекет жасаймыз. Омырауыңыз жеңілдеп, бутылкаға сүт жиналғанда тоқтатамыз. Сүтті арнайы пакетке немесе бутылкаға құйып қоямыз. Ал егер сізде уақыт тығыз болып, сүтіңізді асықпай сауып отыруға уақыт болмаса, бір лайфхакпен бөлісейін. Ал сіз каналға подписка жасап кетіңіз. Әдетте бір омыраумен емізіп жатқанда байқасаңыз, екінші омырауға да сүт жиналып, бөлініп сыртқа шыға бастайды. Дәл осы кезде бір омырауыңызбен